Баршаңызға сәлем, сіздерменен Динара. Бүгін сіздермен оңай жасалынатын дәмді эклердің рецептімен бөлісетін боламын. Қайнатпалы қамыр жасауға кірісеміз. Ол үшін ыдысымызға суымызды құйып, үстінен сармайымызды салып, отта ерітіп алатын боламыз. Сармайымыз еріп шыққан соң, ұнның барлығын толық саламыз да бірден жақсылап араластырамыз. Арасында түйіршік болып қалмау керек. Асты жабысып қалмау үшін осылай тоқтаусыз араластырып отырамыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Асты осылай қатып жатыр. Қамырымыз қою халге келді. Енді астын өшіреміз. Басқа ыдысымызға салып, кішкене араластырып отырып, суытып аламыз. Өйткені жұмыртқамыз ыстықтай салса, ол пісіп қалуы мүмкін. Жұмыртқамызды біреу-біреуден сала отырып, біркелкі масса болғанға дейін миксерлеп аламыз. Бізде осындай масса шықты. Қатты қою да емес, сұйық та емес, ауыр болып ағады. Дайын массамызды алдын ала пергамент төселген листке құйып шығамыз. Мен осылай дөңгелек етіп құйдым. Алдын ала қызып тұрған пешімізде 250 градуста 10 минут, 180 градуста 30 минут пісіретін боламыз. Осыған қатты мән беру керек. Енді кремін жасап алатын боламыз. Мұздай сливкиге қант ұнтағын салып, қою болғанға дейін жақсылап миксерлейміз. Сливки міндетті түрде салқын болу керек. Суыған эклерлерімізді видеодағыдай етіп кесіп шығамыз да, арасына кремін жағып қоямыз. Эклердің толық құрамын видеоның астында описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менде бір жасағаннан шықты. Дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, сізде де міндетті түрде шығатын болады. Егер видео сіздерге ұнаған болса, астына лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Динара.